апай видео бар. Апай ана жағындағы несі не қылмай қалды? Соны жетпей. Әдемі ою кішкене. Мынау қандай ою? Әдемі шығып жатыр күшті. Бұрын біздің әжелеріміз көп үйге жиналып осылай басқан ғой, қызу өзі өлең айтып күшті болып басатын еді ғой. Қазір енді жаймендеп андай не қылып жатыр ғой, жаңғырып келе жатыр ғой, бірақ осындай насихаттап қазір киізді бұрын әжелеріміз деген үйден үйге бірге жиналып киіз басып өзі түн демейді күн демейді баса беретін еді ғой, кәдімгі өлең айтып артынан шәй болып бәрі шәйлерін ішіп. Киізіміздің жиегіндегі оюларды қойып жатырмыз. Бұл жаңағы сыңар мүйіз деп аталады. Бұл жалпы киіздің жиегіне қойылатын оюлардың түрлері өте көп. Осындай әсемдеуге, жиектеуге арналған осындай мынау сыңар мүйіз деп аталады. Осылай қойып шығамыз. Және тағы да қошқар мүйіз деген түрлері бар. Осындай қылып, әдемі қылып, ою киіздің жиегіне қойып қоямыз. Әдемі болып шығады. Қазір осы тұрғанда біздің Айгүл апайымыз бен Мақпал апайымыз киізіміздің жиегін әдемілеп өрнектеп жатыр. Бұрынғы біздің әжелеріміз осылай салса, қазір біздің осы кездегі жас біздің апайларымызды дәл осы киізді қайтадан жаңғыртып басып жатыр. Қазір біз естелік ретінде осы оюдың ортасына шет жағына 2018 деп жазуымыз келіп отыр. Себебі 2018 жылда осындай киізді бастық деген бір кішкентай ғана естелік ретінде осындай бір қалдырғымыз келіп отыр. Айгүл апай әдемі шығып жатыр, мына жері, күшті шығып жатыр. Қазір енді біз 2018 деп жазайық деп жатырмыз. Айгүл апай қазір жазады. Біздің кішкентай қызымыздың өзі біздің киіз басуға қызығушылық танытып отыр, қарап отыр. Әлі басылып болмаса да әдемі екен, күшті болып көрінеді екен, әлі бітпесе де бірақ. Апай екіні бастады. Қошқар мүйіз, ол да әдемі оюлар, ою, қанша қошқар мүйіз анадай оюды ойған кезде көретін ғой, қошқар мүйіз. Бұл мынау сыңар мүйіз ою, біздің киізіміз жалпы дайын болып қалған сияқты.
арқылы біз осындай киізді бастық деген естелік ретінде осылай санымен жазып қойып жатырмыз. Ыстық сумен пісіріп жатырмыз. Қазір міне қойып шыққан киімімізді шолпанмен ыстық суымызды құйып, остырғанда біз киізімізді қалдырып жатырмыз. Ыстық су мінекей остырғанда пісірдік. Ой, осы кезде жүннің иісі ең шықты. Киіздің иісі ең шықты міне. Менің Айгүл апай остырғанда шолпымен біздің киізіміздің үстіне ыстық суды құйды. Жанат апай мен Ақбал апайымыз шиемен киізді жаймен деп міне орап жатыр. Ой, кішкентай шиемізге орап болды, түзу болды енді. Аяқпен басамыз ба? Білектеу киізімізді шеге орап алып, Айгүл апай мен Мақпал апайымыз құрғатып жатыр. Құрғату, апай, құрғату, білектеу деп аталады, судан, құйған суымыздан сарқытып жатсыздар ғой, біз білектеген кезде қазақта мынадай ырым бар екен. Білектеп жатқан кезде ешқандай адам сөйлемейді екен. Себебі киіздің жан-жағында нелері шығып кетеді деп. Қазір остырғанда міне біздің киізімізді жаймендеп ашып жатырмыз шиден. Кішкене мына жерде жабысып қалған жерлерін ашып жатыр. Жегін апайым өзі дұрыстап жегітеп жатыр. Қайтадан киіздің өзін шиден ашып алған киіздің өзін қайтадан орап жатыр. Өзіміз шиден босатып болдық, енді өзіне орадық. Енді киізді ортасынан қисайтып сағытып судан сарқимыз ғой, қалдырып қоямыз киізді. Енді екінші бетіне дайындаймыз, біз енді бағана бірінші қабатын аяқтап болдық. Енді остырғанда апайларымыз киіздің екінші астарын жасап жатыр, міне дайындап жатыр. Қазір бұны да дәл солай, апайлар, бірінші ыстық сумен бұны да пісіреміз, қазір,
бетіне жаңа бірінші бетін қойып, екінші бетімен қосып, бірге ыстық сумен пісіреміз. Қатты қайнатылған сумен. Қайнатылған сумен бірге пісіреміз. Қазір остырғанда біздің апайларымыз астардың үстіне бағана бірінші басқан киізіміздің бетін төсеп, остырғанда жиегін әдемілеп жасап жатыр. Мінекей. Төрт-бұрышты болып шықты, остырғанда әдемі. Енді біздікі шағын киіз ғой. Дәу қылып басып атса, қазір ыстық сумен міне Айгүл апай бастады, пісіріп жатыр тағы да. Ыстық су құйып жатырмыз міне, таза қайнаған, бұрқыраған. Әдемілеп құйып жатыр Айгүл апай, пісіріп жатырмыз. Айгүл апай тағы да астарымен бірге қосып пісіріп жатырмыз. Бұрқырап күшті. Киіздің иісін айтшы бәрінен де бар. Иісі күшті. Ыстық су. Міне, бұл бұрқырап, міне, қазанымыз пісіп қалған сияқты остырғанда. Шимен бірдей қылып, міне қайтадан орады, астарымен бірге. Мінекей киізіміз екінші міне оралып жатыр. Бұны да апай бағанағыдай қылып сарқиды ғой, судан. Киіз басы оңай емес екен, апай, мен енді білдім. Надай болып, міне киізден шыққан сулар надай болып ағады. Оны біз сүртіп алып отырмыз, мінекей. Құрғатып жатырмыз, суынан сарқып басқан үлкен киіздерді білекке салады, бірақ біздің киізіміз кішкене шағын ғана киіз болғандықтан алақанға салып суынан сарқып жатырмыз. Бағанада жарты сағаттан бері біздің апайларымыз білекке салып, мынадай қылып басып суынан сарқытып отыр. Міне киізімізді ашты. Қазір енді осыны суынан әбден тағы да сарқытам деген шешейін. Қазір біз соны аяққа салып басамыз, Бұл тағы бұл да судан неғылу ғой,
сарқыту ғой, иә. Басын біріктіру деп аталады ғой, иә, киіздің. Мінекей апайларымыз орап болды. Қазір осыны аяқпен басамыз. Мінекей. Салмақпен басады ғой, бұны, иә? Міне су сарқып жатыр, міне. Шығып жатыр. Бірақ бағана жарты сағаттан бері апайларымыз басып жатыр. Міне аяқпен. Ол бір жағы тағы киізіміздің басы бірігеді, иә? Осыдан, иә? Екі қабат астарымызбен бірінші бетін өзара бір-бірімен біріктіріп жатыр.